өмірімізде біз үшін не маңызды? Мысалы, ол біреу үшін бала болуы мүмкін, біреуге күйеуі, біреуге ақша, біреу адамдарды мойындатқысы келіп, олардың өзі туралы жақсы ойда болған қалауы мүмкін. Бірақ осыларды өз өмірімізде маңызды ету арқылы біз соларға табынып, Аллахты ұмыта бастаймыз. Себебі барша әлеммен дұрыс қарым-қатынаста болу үшін ең алдымен Аллахпен дұрыс қарым-қатынас болу керек. Демек ол қалай? Ең бірінші орында әрқашанда Аллах. Ал қалған дүниенің бәрін Алланың разылығы үшін деп жасаймыз. Бұл жерде ауызбен айтып, я солай дұрыс деп қоя салған болмайды. Ниетті туралау керек. Іштегі ниет шынымен әрбір әрекетін Аллахтың разылығы үшін деп шығатын болса, міне сол кезде Алла өзі бізге жолымызды жеңілдетіп қояды. Сол кезде біз шын мәнінде ненің маңызды екенін ұғына аламыз, шынайы өмір сүре аламыз. Ал біз қатты қалаған дүниелер өзі-ақ бізге келе бастайды. Әрине, егер ол біз үшін қайырлы болған болса. Тек бір Алла білуші, біз үшін ненің қайырлы екенін, себебі ол Әл-Әлим. Негізі біз Аллахты қандай деп санасақ, ол біз үшін дәл сондай болады. Мысалы, мен үшін Аллах өте мейірімді, шексіз кешірімді. Демек, мен өмірімде оның мейірімділігі мен кешірімділігі көп орын алады. Мен білем, ол мен кешіретін, шексіз мейіріміне бөлеп, өмірімде керемет дүниелер орын алатын. Дәл солай болады. Мен бір құрбым болатын. Үнемі жол болғыш, ақшасы бітіп қалса да, уайымдап өзін жегідей жеп қоймайтын. Соңғы ақшасын тамаққа, не болмаса бір қалаған затын алуға жұмсай салатын. Ол айтады, мен білем, Аллах мені жақсы көреді, және менің ақшам бітіп тұрса да, ол мені жақсы көріп, ойламаған жерден ақша береді. И ары қарай қаннен қаперсіз өмір сүріп жүре береді. Оның жүрегінде сондай бір сенім бар. Ары қарай не болды деп ойлайсыз ғой? Дәл сол ойлағандай болады. То есть оған ойламаған жерден ақша келеді. И бұл нәрсе тек ақшаға қатысты емес, өмірімізде орын алатын барлық нәрселерге де қатысты. Әр адам әр нәрсемен сыналып жатады. Байқайтыным, көп әйелдер күйеулермен, не болмаса балалармен сыналады. Күйеуіміз бізге ең жақын адам. Егер оның бойынан бір кемшіліктер көріп жатсақ, демек ол кемшілік бізде де бар болуы мүмкін, немесе болашақта пайда болуы мүмкін. Күйеуіміз ол біздің айнамыз. Ол бізге біздің дұрыс емес әрекеттерімізді көрсетіп, зеркаль етіп тұрады. Яғни соны уақытында түсініп, оны емес, өзімізді өзгертуді қолға алуымыз керек. Аллах бізге сынақтарды тәрбиелеу үшін береді емес пе? Егер біз Аллах берген сынақта тәрбиелене алмасақ, алдымыздан келер сынақ одан да ауырлай түседі. Тек күйеу ғана емес, жалпы барлық біздің айналамыздағы адамдар біздің айнамыз. Алла айтады ғой Құранда, сен өзіңді өзгертпейінше, Аллах сенің жағдайында өзгертпейді. Демек, не болса да, нәпсіміз үшін бұны мойындау қанша ауыр болса да, біз тек өзіміздің ішімізге үңіліп, өзімізді ғана өзгерте аламыз. Әрбір әйел өмірінде махаббат табуға ұмтылады, ал әрбір еркек өмірінде еркін болуға тырысады. Өте қызық. Бірақ қазіргі заман әйелдерді қанша жерден тәуелсіз, әрі күшті етіп тәрбиелегісі келгенмен, соңында бәрібір әйел адамына махаббат, жылулық, қамқорлық сезіну өте маңызды болып табылады. Әйел адамды алақанына салып жүргенін қалайды. Қазіргі кезде әйелдер неше түрлі мекемелерді басқарып, үлкен-үлкен жетістіктерге жетіп, қиындықтарды шешіп жүргенімен де, бұның барлығы негізінен ер адамның энергиясы, ер адамның рөлі болып табылады. Әйел адам сондай болған сайын, ода ер адамның энергиясы көбейе түседі. Ал ондай әйелді ер адамдар алақанына салып аялағысы келмейді. Былай қарап тұрсақ, әйел адамның ондай болуына бірнеше себептер болуы мүмкін. Мысалға, оған кішкентай кезінен бастап сондай тәрбие берді. Ол өзіне өзі сенген, сенімді, кез келген жағдайды басқара алатын, сондай тәуелсіз болу керек деген тәрбие. Өйткені ер адамға сенуге болмайды. 100% сенуге болады. Екінші жағынан, әйел адам бұндай нәрселерді күйеуінің махаббатын алу үшін жасауы мүмкін. Оның алдында өзін дәлелдеу үшін, көрсету үшін. Вот, мен осындай мықтымын, мойында мені деген сияқты. Мен осылай көп жетістіктерге жетіп, осылай проблемаларын шешіп берсем, күйеуімнің, отбасымның, ақша жағынан болсын, басқа жағынан болсын, онда менің күйеуім мен соншалықты жақсы көріп, бағалайтын болады деп ойлайды. Бірақ бұл олай жұмыс жасамайды. Тағы бір жағы бар, әйел күте алмайды, сабыр етіп күте алмайды. Болады ғой, бәрін бірден алғысы келеді. Оның үстіне қазір әлеуметтік желілерде Инстаграм, ТикТок сияқты күйеулер мен ерлердің ара қатынасын, күйеуінің
қалай әйеліне гүл сыйлаған, себепсіз қуанту үшін неше түрлі сыйлықтар жасағанын көрсетіп, қоғамда әйел мен ердің қатынасын идеализировать етіп жіберген. Отбасы болғаннан кейін отбасында неше түрлі жағдайлар болады, ал оның барлығын ешкім әлеуметтік желіде көрсете бермейді. Яғни жаман тұстарын ешкім көрсетпейді. Содан әйелдер ойлайды, міне жұрттың күйеулері сыйлық сыйлайды, себепсіз қуантады, отношениялер қандай күшті деп. Ал кез келген жақсы отношения үшін екі жақта еңбек ету керектігін ұмытады. Мұнымен менің айтқым келгені, әйел адамға қазіргі заманда үйде отырып, үйдің тірлігімен ғана айналыс деген сөз емес. Әйелдер жұмыс істей алады, әйелдің қолынан көп нәрсе келеді. Бірақ та отбасындағы үлкен жауапкершіліктердің барлығын ер адам алу керек.